Қонақтар, ұрпақтар сағынышы. Қонақтар, бұл сөздің астарында қаншама сағыныш, қаншама мұң жатыр десеңізші. Әсіресе Ерғабыл шал үшін. Ол өмірінің соңғы кезеңінде алыстағы балаларын күтумен күн кешеді. Шал ауыл өмірінің бұрынғы бірлігін еске алады. Қазіргі жұтаң тіршілік оның жүрегін мұңға бөлейді. Ескі ауыл өмірі енді тек естелік болып қалған. Балалары қалада тұрады, немерелері қазақ тілін толық түсінбейді. Олардың арасында мәдени алшақтық байқалады. Бұл жағдай шалдың жанын ауыртады. Сапабек пен оның отбасы шетел көргенін, қалалық өмірді мақтан етеді. Ал Ерекең өткен өмірдің қарапайымдылығын, дәстүр мен отбасылық тұтастықты қастерлейді. Олардың ойлары екіге жарылған. Шал үшін туған жер, ағайын, ұлттық тіл мен салт дәстүр ең маңызды құндылықтар. Ал жастар үшін бұл енді алыста қалған ұғымдар. Бұл қандай қайғылы жағдай десеңізші.